multiply T. M mass, K электрохимиялық эквивалент, A current, T time. Яғни осы формуланы сабақтың соңына ғана қолданып есептерді қарастырайық. Келесі. And let's move on to the next task. Complex tenses using this word. Яғни мынандай тапсырма беріледі. Complex tenses мына жерде бос орындарды естуіміз керек, толтыруымыз керек. Топ бойынша қазір қарап берейік.